кейбір жергілікті әкімдердің тұрғындармен байланысы бүгін ешбір сын көтермейді. Тәртіпсіздікке қатысқан жастардың іс-әрекеті бірқатар ауылдық округ, аудан, қала әкімдері жұмысының салғыртының көрсетіп отыр. Қаланы қиратып тонаған, сауда орындарын талан-таражыға салған, бұзақылық жасағандар аспаннан түскен жоқ ағайын. Басым көпшілігі өзіміздің ортамызда, ауылда өскен 20 мен 30-дың арасындағы жастар. Мен 4 қаңтарда алаңда митингке жиналған қауыммен кездесуге шыққандымда талай нәрсеге көз жеткіздім. Жастардың тәрбиесінде қандай кемшілік жібердік деген ой мені қатты мазалады. Мұның бірнеше себептерін көріп отырмын. Бірінші, отбасындағы адамгершілік рухани тәрбиенің жетіспеушілігі деп ойлаймын. Жасы үлкенге құрмет көрсету, сөз тыңдау, ақ пен қараны, дос пен дұшпанды ажырата білу, бала жастан қалыптасу керек. Әкесіндей адамға қол көтеру, тас ату, ордасын ойрандап, шаңырағын ортасына түсіру халқымызға жат қылық. Екінші, мектептегі тәрбие беру жүйесі. Отан үшін отқа түс, күймейсің деп Бауыржан Момышұлы айтқандай, патриоттық ең алдымен адамға, қоршаған ортаға, қоғамның мүлкіне жаңашылықпен қараудан басталады. Мемлекет мүлкі халықтың қазынасы, ол бюджет түсімінен құралады. Келтірілген залалды қалпына келтіруге жұмсалатын қаржы сіз бен біздің ақшамыздан жұмсалады. Сол сомаға ондаған мектеп немесе сонша мәдени спорттық нысан салуға және 100 шақырым жол жөндеуге болар еді. Үшіншіден, жергілікті билік пен қоғам өкілдері жол берген кемшіліктерін саралап, тиісті қорытынды жасау керек. Президент тергеу шараларын жүргізу барысында азаматтар құқығын бұзылуына жол бермеу керектігін айтты. Әрине, құқық қорғау органдары нақты қылмыскерлерді жауапқа тартады. Бірақ ниеті таза, наразылығын бейбіт түрде білдіруге шыққан жастармен түсіндіру жұмысын жүргізуіміз керек. Оған ел жұртына қадірменді ақсақалдарымыз, сөз тізгінін ұстаған азаматтарымыз, ардақты аналарымыз, ойы өрісі кемел жастарымыз тікелей атсалысу қажет. Халқымызда балам дейтін елі болмаса, елім дейтін бала қайдан шығады деген сөз бар. Наразылыққа шыққан жастардың отбасы жағдайы қандай? Кәсіби білімі бар ма? Жұмыс істейме? Осының бәрін жергілікті әкімдіктер үйлестіріп отыру тиіс еді. Ендігі жерде оларға көмек беру мәселесін терең қарауымыз керек. Алда уақытта тиісті аудандарға қатысты нақты шешім қабылдайтын боламын. Бізге көпшіліктен қашпайтын, елмен қоян қолтық жұмыс жасайтын бүгін әкімдер керек. Президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын басты мақсаты да осы. Бұл орайда аудан, қалалардағы қоғамдық кеңестердің құрамын 100% өзгертуіміз қажет. Оған халықтың сөзін сөйлейтін, көппен жұмыс істей алатын қайраткерлер бару керек деп ойлаймын.